Сәлем достар. Таңертең тұрып, осылай малдарды шығарып салдым. Одан кейін өзім алмасам ешкім әкеп бермейді ғой деп көмірімді алдым. Осының бәрібір біраздан кейін өзім шығам ғой деп. Одан кейін шелпекке нан илеп қойдым. Жылы сүтке осылай илей салдым. Сода қосып, екі балам ояныпты, осылай шиқ еткізіп, төсекті, комнатамызды жинап қойдым. Сразу плюс ұстап алдым. Біраздан кейін бәрібір қолым тимейді. Екінші төсекті де шиқ еткіздім да, екеуін киіндіріп отырғызып қойдым. Ал мына қыз әлі жазылған жоқ, мұрыннан су ағып жүр, дәрісін ішіп жүр. Одан кейін жан-жақты шашылған жерлерді осылай аяқ киімдерді жинадым, ыдыстарды жудым, киімдерді жинадым. Қой деп шелпекке кірістім. Осылай шиқ еткіздім да жетіге бөлдім. Салфанмен бетін жауып қойдым. Кішкене дем алғаннан кейін ашып, тағы да жайып алдым, шиқ еткізіп. Жайылған шелпектерді қызып тұрған майға пісіріп алдым, екі жағын. Шиқ еткіздім де дастарханға қоя салдым. Осылай түскі асымызды ішіп алдық. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.